қарапайым ғана адамның дұрыс жүруі денсаулықтың кепілі екен. Егер дұрыс жүрмесең, ол мына тізеге, тізеден кейін белге, омыртқаға бәріне кері әсерін береді. Дұрыс жүру неден басталады? Басқан кезде өкшеге салмақ салып, сонан кейін мына тізе, мына бас башпайға қарай, мына башпайға. Және мынаны басқан кезде башпаймен сезіну керек, салмақтың түскен. Онан кейін екінші аяқты да солай. Егер де өзіңізді сырттан байқасаңыз, болмаса басқа адамдарды байқасаңыздар, былай аяғын былай алады кейбіреулер. Кейбіреулер мына аяғын былай алады, не болмаса ішке қарай алады. Бұның бәрі, қайтадан айтам, мына тізенің ауруына келеді, содан кейін омыртқаның қисаюына алып келеді. Дұрыс жүру деген сөз алдымен мына иық тік еңсені көтеріп жүру, содан кейін жүрген кезде өзіңді сырттан бақылап жүру керек. Бірақ қалыптасып қалған әдеттен құтылу өте қиын. Қалыптасып қалған әдеттен құтылу өте қиын.